Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер үй жағдайында сушиді дайындайтын боламыз. Біздерге ең алдымен керекті осылай күрішімізді жақсылап жуып алып, қазір біздер отқа қоятын боламыз. Бір стакан күрішімізде осылай 2 стакандай суымызды құйып, күрішіміз қайнағанша біз қазір күрішке құятын соусымызды дайындап аламыз. Мен мына жерде 70% уксустан 1-2 тамшы ғана қостым. Өзіме ондай көп ұнамайды. Сондықтан ыстық қайнаған судан жарты стакандай кішкене құйып, 15 мл-дей қант салдым және кішкене шым-шым тұз салып, жақсылап араластырдым. Біздің қайнаған күрішімізді сөндіріп 15 минутқа бұқтырып қойдым. Жаңағы біздің дайындаған соусымызды қазір осыған қосып араластыратын боламыз. Келесі біздің нориіміз арнайы сушиға арналған, дүкендерде сатылады. Қазір біздер осымен сушиімізді жақсылап орайтын боламыз. Менде қазір пергаментный бумага. Өздеріңізде не бар, қандай ыңғайлы бар, сонымен жасасаңыздар болады. Осылай суыған күрішімізді жақсылап жан-жағының барлығына жайып шығатын боламыз. Жартылай ғана күрішімізді саламыз. Салмасына өздеріңізге қалағандарыңыз салсаңыздар болады. Менде огурцы және творожный сыр. Өздеріңіз қалаған балықтың түрлерін салсаңыздар болады, дәміне қарай. Менде қазір үйдегі бар ингредиентпен сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай жақсы етіп орап, соңғы жағын қолымызды сулап алып, нориімізға жағып шығып, сулы күйінде жақсылап орап жабатын боламыз. Достар, енді мен қазір мына жерде кляр жасайтын боламын. Дәл осы күйде жасап қойған жаңағы сушиімді келесі бір бөлігін осылай ұнға 3 жұмыртқамды салып, жақсылап араластырып, осыған қазір сушиімді айналдыру арқылы қыздырып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып болған соң кішкене ғана соевый соус қостым. Дәмі жақсы болып шығу үшін осылай дайын болған клярымызға жаңағы дайындап қойған сушиімді айналдыру арқылы қазір майға қуырып алатын боламын.
дайын болған сушиімізді осылай бірдей болу үшін орталарынан бір-бірден кесіп шығатын боламын. Міне достар, біздің сушиіміз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте оңай, көп шығынсыз суши. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.